Бұл видеода біз натрий калий сорғысы жайында сөз қозғаймыз. Және ол аты айтып тұрғандай, натрий мен калийді мембрана арқылы өткізеді, бірақ оны әртүрлі бағытта орындайды. Міне дәл осы жерде натрий калий сорғысының суреті, яғни трансмембраналық ақуыз комплексі. Тыныштық күйінде ол жасушаның ішкі бөлігіне ашық, және оның натрий иондарын өткізе алады. Натрий иондарын сіз мұнда көк түсте бейнеленген 3 натрий ионын көре аласыз. Олар сорғыға тартылады, және олар тартылғаннан кейін АТФ арқылы фосфорланады, және біз мына суреттен оны байқай аламыз. Бұл АТФ, аденозин трифосфат. Фосфорланған кезде бұл энергияның бөлінуі арқылы ақуыздың пішіні өзгеріске ұшырайды. Сонымен ақуыздың жаңа конформациясы, енді ол сыртынан ашылып, ішіне қарай жабық болады. Енді ол натрий иондарын емес, калий иондарын өзіне тартып алады. Бұл ақуыздық механизмдердің қалай жасалғаны таңқаларлық. Энергияны бөлу, пішінінің өзгеруі жүретін бұл ақуыздарды молекулалық машиналар деп айтсақ болады. Ақуыздың пішіні өзгерген еді, енді натрий иондары жасушадан тыс шығарылады. Кейін сырттан калий иондары сорғыға тартылады. Содан кейін дефосфорлану арқылы конформациялану процесі орын алады. Осылардан кейін ғана бастапқы пішініне қайта айналады. Енді сорғы калий иондарын тартпайтын болады да, олар жасуша ішіне енеді. Содан кейін бастапқы фазаға қайта оралады. Сондықтан бұл қызықты процесс. АТФ қолдану арқылы энергияны пайдаланғандықтан белсенді тасымал деп аталады. Яғни, ол үшін энергия қажет. Белсенді тасымалдау. Біз АТФ-ті қолдана отырып, 3 натрий ионын сыртқа шығара аламыз. Бағытын көрсетіп жазып қояйық. 3 натрий ионы жасуша сыртына шығады. Сөйтіп, біз 2 калий ионын ішке айдаймыз. Енді сіз бұл кезде олардың екеуі де оң зарядқа ие. Бірақ сыртқа 3 натрий ионы, ал ішке 2 калий ионы айдалғандықтан, бұл жасуша сыртында зарядтар көбейеді ме деп айтуыңыз мүмкін. Расымен де дұрыс айтасыздар. Натрий калий сорғысы кернеу пайда болудың басты себебі болмаса да, бір себебі болып табылады. Бұл мембрана мен мембрана сырты арасындағы электрлік потенциалдар айырмашылығына ішінара ғана жауап береді. Мұны растайтын нәрсе калий иондарының төмен қарай жылжуына, олардың концентрациясының градиентін төмендетуге мүмкіндік беретін ақуыз каналдары. Енді мұна ақуыз каналдары туралы айтпас бұрын не болатынын ойлап көрейік. Натрий калий сорғысында натрий концентрациясының градиенті қалай болады? Ол натрийді ішінен сыртқа қарай айдайды. Демек, оның сыртында концентрациясы жоғары, ал ішінде концентрациясы төмен. Бұл натрий концентрациясының градиенті, ал калий концентрациясының градиенті қалай болады? Калий жасушаға сырттан келіп жатыр, сонымен калий концентрациясының градиенті керісінше болады. Оның ішінде концентрациясы жоғары, ал сыртында концентрациясы төмен болады. Біз алдыңғы видеоларда иондар туралы олардың мембрана арқылы ешқандай көмексіз өте алмайды дегенбіз. Мембрана зарядталған бөлшектерді өздігінен өткізбейді. Енді егер сізде дәл осы жерде калий шығатын ақуыз каналдар болса, не болады? Сізде екі жауаптың бірі болуы мүмкін. Біріншіден, бөлшектер концентрация градиенті бойынша қозғалуға тырысады. Мысалы, егер калийдің мөлшері осы жерде көп болса, концентрациясы жоғары болса, онда олардың төменнен жоғарыға қарай қозғалу ықтималдылығы жоғарыдан төменге өтуіне қарағанда жоғары болып табылады. Сонымен сізде калийдің іштен сыртқа қарай таза ағыны болатын еді. Сіздер жақсы жарайды, егер сіз тек концентрация градиентіне мән берсеңіз, ойыңыз дұрыс деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ зарядты қарастырсақ не болады? Біз жасушаның ішкі жағының оң заряды аз болады, а жасушаның сыртында оң заряд көбірек болады деп айтып жатырмыз. Өйткені бізде ион алмасу тең мөлшерде жүрмейді. Оң зарядталған бөлшектер бір-бірінен тебіліп, олар теріс зарядталған жерге қарай баруға тырысады. Сондықтан, бұл оң зарядталған калий иондары оң заряды аз жақтан, оң заряды көп жаққа қарай өтуінің қажеті шамалы. Егер сіз осы айтылғандардың бірін концентрация градиенті немесе потенциалдардың айырмасы арқылы қарастырсаңыз, онда сіз екі жағдайда да дұрыс боласыз. Бұл факторлар бір-бірін теңестіріп отырады.
Концентрация градиенті осы калий иондарының жасуша сыртына өтуіне мүмкіндік береді. Бірақ потенциалдар айырмасы оған қарама-қарсы рөлді атқарады. Бірақ белгілі бір уақытта олар тепе-теңдікке жетеді. Олар аттас зарядтар тепкісінің күшіне қарсы жүреді. Осы арқылы сорғы потенциалдар айырмасының пайда болуына әсер етеді. Ал калий ионының бір бөлігін сыртқа шығаратын ағуыз каналы оны күшейтеді. Яғни мембраналық тыныштық потенциалы пайда болады. Бұл барлық жасушалардың қызметінде маңызды рөл атқарады. Бірақ әсіресе жүйке жасушалары немесе нейрондар үшін өте маңызды. Олар энергияның 3-2 бөлігін тек мембраналық тыныштық потенциалын сақтау үшін жұмсайды. Нейрондар жайлы видеоларымызда көрсеңіздер, тыныштық потенциалын импульстерді нейронға жіберу үшін қолданылатынын айтқым келеді. Егер біз осы мембраналық потенциалды өлшеп көрсек, яғни осы ішкі потенциал мен сыртқысының айырмасын есептеп көрсек, бұл айырмашылық шамамен -70 милливольтты құрайды. Кейбір деректерде -60, -80 милливольт деп көрсетіледі. Бірақ орташа алғанда 70 милливольт. Бұл барлық жасушалар үшін маңызды, бірақ ең алдымен нейрондар үшін маңызды болып табылады. Енді натрий калий сорғысы тек мембраналық тыныштық потенциалын сақтау үшін ғана керек емес. Натрий концентрациясы жасуша сыртында жоғары болғандықтан, ол белсенді тасымалдаудың басқа түрлері үшін де пайдалы болады. Олар концентрация градиенті бойынша қозғалғанда глюкоза молекулаларын өзімен бірге ала келуі мүмкін. Сондықтан биологиялық жүйелер мен осы видеоларда жиі сабақ беретіннен гөрі әлде қайда күрделі, бірақ мен сізге барынша түсінік бергім келеді. Бұл қаншалықты үлкен механизм екенін түсінуіңіз үшін натрий калий сорғысы 1950 жылдары ашылды, бірақ 1997 жылы ғана натрий калий сорғысын ашқан үшін және оның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп берген үшін Нобель сыйлығы берілген болатын.